Вольфсбург орталық Германияның Төмен Саксония штатындағы қала. Эльба мен Везерді қосып тұрған кеме жүзетін Орта Германиялық каналда орналасқан. Осы шағын 150 мың тұрғыны бар қалада Volkswagen автомобиль компаниясының ең ірі автомобиль зауыты орналасқан. Volkswagen 1938 жылы нацистік партияның бастамасы бойынша құрылған компания. Осы марка жүк автомобилі арқылы әйгілі болған. Бұл стильді және қызықты автомобильді танымал Фердинанд Порше жасаған болатын. Volkswagen атауы халық автомобилі деп аударылады. Алғашқы автомобильдер 1937 жылы автомобиль өндірісі бойынша компанияны құрған Адольф Гитлердің жеке тұлғасымен тығыз байланысты болған. Әр жылы 3 миллионнан астам Volkswagen автомобилі сатылады.